46 минут уақытым бар. Түсінбеймін. Алдын ары аят 15 жаттығуды басты. Давайте кеттім. Давай. Қайда кеттің? Үйге де. Кете. Жаттығу. Жаттығу. Не дейді 15 жаттығуда? Асылау. Ей, оқысайшы бірінші не деген? Мақалдарды жалғасын тауып жаз. Қолдардың Жалғасын тауып жаз дейді. Ал, оқы бірінші. Қайдасың? Мұнан сабағымен қапындамда орындамады. Қайдасың? Математикасы. Асыр. Біттің ба? Қашан тамақ ішеміз? Ішіп алдың ба? Қарны ашты ма Нұрай? Иә. Жағы тез. Асыр алды. Бепеке. Не? Ырыс алды. Ырыс алды береке. Аха, саған береке. Береке. Дұрыс емес. Өтірік жазсаған ғой. Оқып отырсың ба? Не? Білу керексің сен. Ырыс алды. Мақсат білет жар. Мақсат ырыс алды. Немене? Ырыс алды. Мақал жалғастыр. Білмейсің ба? Ырыс алды. Білу керексің. Қазақты мақалы ғой. Не ырыс алды? Ырыс алды. Жаман. Жаман саған. Ырыс алды жаман ба? Ырыс алды ынтымақ. Соны білмейді. Жаз енді. Алды. Егер сиян бар нағыз тұтады. Ей, сүртпей ақ қой оны. Бачыт қылдан одан сайын. Үстіне жақпа енді оны. Бір деп жазсайшы. Қайда жазып? Ырыс. Больницада ғой. Yolda. Диаспен жатырды. Жаза. Ырыс. Ашу деген жоқ қой. Қараса сен жерде нүкте қай жерде тұр? Қай жерде тұр? Ырыс. Алды. Не нәрсе? Сызықша? Дефис. Үлкен сызықша ғой қараса. Үлкен сызықша. Жуан дедім ба? Үлкен дедім ба? Ұзын. Ырыс алды береке ма? Жоқ. Не айттық жаңа? Ырыс алды. Ынтымақ. Чат GPT-ден сұрап бере алмадым мен саған керек. Қате болса өшіре саласың. Ынтымақ. Болды ма? Ынтымақ. Жаздым? 2. Кеттің ал. Әні GPT-дің өзі біледі. Кім? Ырыс алды ынтымақ. Чат GPT-дің өзі біліп тұр ғой. Бұл мақал бірлік пен татулықтың берекенің негізі екенін білдіреді.
Тағы да мақал мәтелдерінен, қазақ мақал мәтелінен айтпағың бар ма дейді. Ал бірлік болмай немене? Бірлік болмай, тірлік болмайды. Бірлік болмай, тірлік болмайды ма? Болмайды. Не болды онымен? Болмай. Болмай. Не нәрсе? Болмай. Тірлік. Өтір қойсайшы, үйдің үсті қайда? Немене? Жалғастыр ары қарай. Қалай? Тірлік болмайды. Болмайды ма? Иә. Бірлік болмай, тірлік болмас. Мен ChatGPT-ден болмас деп жазасың. Болмайды емес. Тірлік. Ей, қайда? Тірлік ба? Тірлік. Тірлік. Әні ұмытып кеттің сен. Құламен қосып өшіріп тағы. Ей, не болды анау? Дұрыстап жазсайшы, ланы өшіріп тастаған нес? Дұрыс жаздың ғой ланы. Өшір қайттан. Не жазып жатыр? Тірлік қой. Өшір. Тірей деп жазып жатыр. Тірей. Ей, не жазып жатсың? Не анау, қандай әріп? Емес, олай. Дұрыстап жазсайшы енді, аяғы қайда оның? Ромен жалғасып кете ма сөйтіп әшейін? Бөлінеді ғой Ромен екеуінің арасы. Немене бұл тірлік? Тірлік болмайды. Болмас. Болмас. И деп жазғайды. Бой деп жазғайды. Күшін жоқ па? Не? Жаттығу жасау керек қой саған. Адима не жасасайшы нұрай? Не жазасың? Тірлік болмас. Бысыл деп жазып қойдың сен. Оқысайшы дұрыс. Болмас. Мас. Мас. Болмас. Нүкте қойсайшы екеуіне де. Де. Не дейді одан кейін қара? Оқы кітапты. Кітапты оқысайшы енді. Мақалдарды Не дейді? мақалдарды Дын. Ыңғайда. дын Кәні қы. Мақалнасын ба? Дұрыстап оқысайшы нұрай. Мағынасын Түсіндір. Ал түсіндір маған. Бірінші мақал түсіндір. Ырыс алды, не нәрсе? Ырыс алды.
Жаттап ал. ынтымақ. Орыс алда ынтымақ. Мағынасын түсіндір ал. Камера қарап түсіндір ал. Ырыс алды ынтымақ. Не мағына береді ал? Ол ырыс болады. Ырыс болған соң бір ырыс деген не ғой? Нан төгіліп кетпеу керек. Сол кезде ырыс болады. Ынтымақ ше. Ынтымақ ал, ол берекетсіз. Ол нан төгілмесе ынтымақ. Ырыстың алды ынтымақ дейді. Яғни ырыстың алды не болады екен? Ынтымақ болады деп жазылып тұр осыған. Қайдағы нан төгіле ма, ырыс бола ма, нан төгілсе? Иә. Аха саған. Бірлік пен татулықтың берекенің негізі екенін білдіреді бұл жерде. Ырыстың алды ынтымақ екенін айтып тұр ғой. Алды деген сөз тұр ғой. Мағынасын түсіндір деп айтайық. Екіншісін айта бер. Бірлік болмай тірлік болмас. Бұл жерде бірлік болмаса, онда не болады? Өзден бір неге бірдемес болып кетеді. Қайттан айтшы. Бірлік болмаса, елдер тату емес болады. Бүкіл соғысқа дайындалады. Бірлік болмаса соғысқа дайындалып кете ме барлығы? Иә. Аха саған. Бірлік болмаса наоборот дайындалмайды соғысқа барлығы, жынды ма? Тексің ғой сен орай. Теріс айтып жатсың ғой. Бірлік деген не? Тірлік деген не? Бірлік деген бірігу адамдарын. Адамдар дос болу бірігіп. Ал тірлік болмас. Тірлік болмас деген ол не болмас қой? Тірлік деген не еді? Не еді? Не болды бірлік деген? Бірлік деген не ғой? Тірлік болмаса, онда ол тірлік болмас дейді. Тірлік деген бір не ғой? Тірлік деген не? Тірлік деген ол Т-да басады. Бірлік болмай тірлік болмас. Мағынасы бұл мақалдың адамдар арасында немене? Ауызбіршілік, татулық болмаса не болады? Жаман болады. Жаман болады. Ешқандай іс болмайды. Тірлік деген сол ғой, іс-әрекеттер жасалмайды ешқандай. Іс ілгері баспайды. Тіршілік қиын болады, іс-әрекеттер. Қора салайық десе барлығы бірікпейді. Сосын қора салынбайды, түсіндің ба? Ал айтшы ал. Тірлік болса, онда бір адам қора салып. Мақалдан бастасайшы. Бірлік болмас, тірлік болмас. Бірлік болмай, тірлік болмас. Бірлік болмаса, онда адам айтады, қора үй салайық деп. Басқалар келіспей, онда солай болады. Тірлік болмайды сосын. Тірлік болмайды, иә. Бірлік деген не екен? Бірлік деген біреуі өзі алып жүреді. Бірлік деген адамдардың бірігуі. Бір болуы дейді ғой, міне. 5 саусақ бірігетте жұдырық болады деген секілді ғой. Бірігу, бірлік. Бірлік болмаса барлығы жанжалдан шашырап жатады.
Адамдардың өзара бір-бірімен ол сыйластығы, көмегі, ынтымақ. Бірлік деген ынтымаққа келеді, көрдің бе? Ынтымақ. Ұрыстың алды ынтымақ деп. Тірлік деген күнделікті өмір ол. Еңбек, береке, тыныш өмір тірлік. Түсіндің ба? Яғни немене? Отбасында жаңағы біздің қоғамда, халықтың арасында не дейді? Адамдар бірігіп, бір-бірімен келісіп не істейді? Әрекет жасайды. Сол кезде ғана не болады? Тірлік болады, бейбіт өмір болады, табысқа жетеді. Ал керісінше бірлік болмай не істейді? Ұрыс керісіп, бірімен келіспеушілік болса, тірлік не болады? Тоқырайды, болмайды тірлік. Ал ұрыс алды ынтымақты айтып қайттым. Ұрыс алды ынтымақ. Ұрыс болса, онда бүкіл ұрыстанып не істейді? Бір үй жасайды. Не айтып жатыр? Ұрыс деген ол не? Молшылық, береке, байлық дейді. Байлық. Ұрыс болмаса, бүкілдері алды деп айтып тұрмын, тыңда қара. Ұрыс алды ынтымақ дейді. Яғни ұрыс деген бізде не дедік? Байлық, молшылық, береке дедік. Ұрыс болу үшін ынтымақ болу керек дейді. Көрдің ба? Ынтымақ деген не дедік жаңа? Бірлік дедік біз, иә? Яғни ұрыс болу үшін алды деп тұр ғой, алдымен ынтымақ болу, бірлік болу керек. Яғни ынтымақ, ең алдымен ынтымақ болу керек, бірлік, татулық болу керек екен. Сол арқылы ұрыс болады екен. Молшылық деген сөз ғой. Міне, 3-ші сыныптың баласы былай түсіндіреді дейді. Ұрыс алды ынтымақ дегенде, ұрыс бұл бақыт, береке, дәм тұз, жақсы өмір дейді. Жақсы өмір, бақыт, береке деп айт. Ұрыс деген не? Ұрыс деген бақыт өмір, бақытшылық, береке, молшылық. Ынтымақ деген? Ынтымақ деген адамдардың бір-бірімен тату болуы, дос болуы, ұрыспай көмектесіп жүру, бірлік болуы. Ынтымақ деген бірігу. Ынтымақ деген не? Ынтымақ деген бірігу. Адамдар ынтымақ деген не болды? Ынтымақ деген не? Ынтымақ деген байшылық. Байшылық. Өзінің байшылық. Қайдағы байшылық? Дұрыстап тыңдамайсың, деп отырсың. Артынан ілесіп. Тыңдап отыру керек айтқанда. Ынтымақ деген адамдардың бір-бірімен тату болуы, дос болуы адамдардың, бірігу адамдардың. Не ынтымақ деген? Не ынтымақ деген? Ынтымақ деген бірігу. Адамдардың бірігуі. Сосын көтер басты неге түзіп отпайсың? Тыңдамайсың, сосын лағып ойына келген деп отырасың. Сосын тыңдау керек қой бірінші тыңдау керек, түсініп алу керек. Содан кейін сұрақ қойған кезде жауап бересің, анық жауап беріп деп отырпайсың. Отпау керек. Сонда бұл мақалдың мағынасы, егер адамдармен бір-бірімен тату болса, егер адамдар, олар бақытты өмір сүреді. Түсіндің ба? Ал мағынасы не екен бұл мақалдың? Ұрыс алды ынтымақтың. Ұрыс алды ынтымақтың мағынасы бірігу, ұрыс. Дүзі отыр. Не істеп отыр? Басын төмен түсір. Не дедім ал мен? Дүзі отырсайшы. Қалай отыр? Дүзі отыр. Қолын шығар. Ал. Айт. Ұрыс болма. Ұрыс деген адамдардың бірігуі. Ұрыс деген адамдардың бірігуі ма? Саған тыңдамадың сен тағы. Ұрыс деген біз бақыт, береке дедік. Жақсы өмір ұрыс деген. Жылайын деп отыр.
Ынтымақ деген түсіп кетті ғой. адамдардың бір-бірімен тату болуы. Дос болып жүруі деп. Ұрыспай жүруі, көмектесіп жүруі бір-біріне. Ынтымақ деген. Ұрыс деген ол бақыт, береке, жақсы өмір. Ұрыс алды ынтымақ. Яғни адамдар бір-бірімен тату болса, ұрыспаса, біріксе бір-біріне, онда бақытты өмір сүреді деген сөз бұл. Түсіндің ба? Мысалы, сыныпта немене барлық оқушылар не істейді? Тату болса, сабақ не болады? Қызық болады. Ойын күшті өтеді. Түсіндің ба? Айтшы ал. Мағынасын айт. Ұрыс алды ынтымақ деген мағынасы деп. Ұрыс алды ынтымақ. Ол Бұл мақалды мағынасы деп айтсайшы. бұл мақалдың мағынасы ол бейбіт өмір сүру, бақытты өмір сүру, Болды ма? Ырыстың мағынасын айтып жатсың сен. Жақсы өмір, бақытты өмір сүру, береке деген. Ол ырыстың ғана мағынасы. Саған мақалды мағынасын айт деп. Ал. Мақалдың несі? Деп отыр енді сөйтіп. Айтып бередік қой жаңа. Тыңдамадың ба тағы? Түсінбедің. Ырыс деген береке, жақсы өмір, бақыт. Ынтымақ деген? Не ынтымақ деген? Ынтымақ деген не? Не айтсайшы енді? Айттық қой жаңа ғана. Ынтымақ деген ол ынтымақ деген ол. Айтсайшы болды тез. Білмеймін де болмаса. Ұмытып қалдым де. Жаңа айттық қой, бір ынтымақ деген адамдардың бірігуі, тату болуы бір-бірімен. Дос болуы. Не ынтымақ деген? Ынтымақ деген адамдардың бірігуі, тату болуы, дос болуы. Ырыс алды ынтымақ дейді. Алды деген яғни ырыстың алдымен ырыс болу үшін ынтымақ болу керек деген сөз ғой. Ырыстың алдында ынтымақ болады. Сол кезде ырыс болады. Ынтымақ болмаса ырыс болмайды деген сөз ғой. Яғни адамдар тату тәтті болса не болады? Тату тәтті болса, ол Адамдар тату тәтті болса не болады? Тату тәтті болса, ол бейбітшілік болады. Бейбітшілік болады. Бақытты өмір сүреді. Бақытты өмір сүреді. Болды. Сол жетеді, соны жаттап ал, түсініп ал. Бірлік болмай, тірлік болмас дегенді айт енді. Бірлік болмас, тірлік болмас. Бірлік болмай, бірлік болмай, тату тәтті. Ой, не істеді? Бірлік болмай, тірлік болмас. Деп отырсын тағы да. Айт ал. Мағынасын. Бірлік болмай, тірлік болмас деген мақалдың мағынасы деп айтсайшы. Бірлік болмас. Сүрш қолыңды. Тірлік болмаса, ол мағынаның мағынасы. Не мағынасы ол? Түсіндір. Талдап айтып берсейші енді. Бірлік деген не, тірлік деген не? Сосын жалпы айт. Бірлік деген бұл Не бірлік деген? Ат айтып тұр ғой өзі. Бірлік деген ол дос болу. Дос болу му? Кім дос болады?
Oldu mu? Ne birlik degen? Dost bolup ana mı? Жок. Ол үй салууга көмөктөшөт. Ол таала. Ол көмөктөшөтүн бирлик дейбиз. Жыласың қазір ана түймені сен бар ғой сөйтіп отыр. Бірлік деген ол ынтымақ. Бірлік адамдардың бірігуі. Bir деп те айтып тұрған бірлік. Адамдардың бірігуі. Жаңағыдай ынтымақ деп тұр. Бірлік деген ынтымақ, яғни адамдардың тату тәтті болуы, дос болуы, адамдардың. Сосын тірлік деген не ол? Тірлік деген ол. Тірлік деген ол. Ол бір-бірімен жүре Б деп отыр сөйтіп. Не дедік? Күнделікті өмір, тіршілік, тірлік деген. Еңбек. Не тірлік деген? Ол еңбек, тіршілік, Күнделікті іс-әрекеттер. Болды ал. Мен жалпы мағынасын айт енді. Бірлік пен тірліктің не екенін айттық. Мен мақалдың жалпы мағынасын айт енді. Яғни қандай мағына береді екен сонда? Тату тәтті өмір сүруге. Не тату тәтті өмір сүруге? Бейбіт болуға. Нақты айтсайшы, не деп отырсың? Нақты айт. Бейбіт өмір сүруге не? Айтып бердік қой жаңа. Бірлік деген не екенін айттық. Тірлік деген не екенін айттық. Айтсайшы енді соны. Бірлік болмайды, тірлік болмас. Бірлік болмас. Айтсайшы енді, күтіп отырып қой, отырасың өйстіп, отыра бер онда. Сабақтан қаласың қазір, тамақты ашпайсың қазір. Болсайшы енді айт соны. Кет сосын, айтты соны. Бірлік деген не? Бірлік деген ол Ұмытып қалды не айтылған. Түсінбеген, тыңдаған жоқ. Жағы отыр. Ой, айдалада телефон. Ой, Майнкрафт. Скиби туалет ойлап отқан. Айдалада. Нақты бірлікті айтып жатырмыз. Не бірлік деген соны? Бірлік деген ол бір-бірімен Бірігу. Жайт, адамдардың бірігуі. Иә, сосын достасуы. Тірлік деген не? Ал тірлік деген Тіршілік, еңбек. Еңбек. Енді айт мақалдың мағынасы. Мақалдың мағынасы тірлік пен Ұстамаш аузынды. Орап жүрем қазір. Ырыс пен Қайдағы ырыс? Ырыстың аты жоқ бұл жерде. Бірлік болсын деп. Бірлік болмай, тірлік болмас. Бірлік деген не екенін айттық қой енді. Адамдардың бірігуі. Егер адамдар бірікпесе, онда еңбек етпейді.
Еңбек Тірлік болмайды деген сол ғой. болмайды. Оқыған жоқсың сен. Не дейді екінші тапсырмасын астында? Бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат дейді. Ал ажырат. Қан, дауыссыз дыбыстар қайсысы? Р, К, Л, Д. Д-ны қайдан көрсін бірлік деген? Д деген әріп тұр ма бірлікте? Қан Д. Д-сын несі қайда? Б. Нешеуі бар дауыссыздан? Ей, 8, 9 нес? Өзі 6-ақ әріп тұрған жерде. Қуасың ба сен кішкен? Дауыссыз дыбыстарды айт деп тұрмын мен саған. 8 нес? Қайдағы 8? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 дейді. 6-ақ әріп тұр ғой, қарасайшы. Нешеуі дауыссыз соның? Д, Р. Д-ны қайдан көрдісің сен? Ой. Кәне Д бірлік деген сөзде. Б, Қай жерінде тұр? Б, Р. Б, Р, сосын Л, К. нешеу? Алтау. Алтау ма? Санаш. Б, біреу. Р, екеу. Л, үшеу. К, төртеу. Алтау ма? Нешеу? Төртеу. Төртеу. Енді ажырат. Қандай дауыссыз түрлері бар? Дауыссыз дыбыс. Дауысты. Неше түрі бар? Дауыссыз дыбыс. Өттіңдер ғой сендер. Неше түрі бар? Б, Р, Л, К. Түрлерін айт дейм, ей, түрлері қандай? Неше түрі бар? 45. Аха саған. Ой, 42. Аха саған 42. Өзің 42. Неше түрі бар? А? 40. Айтып берші ал 40-ты. 40 түрін айтып берші дауыссыз дыбыстың. Айта аласың ба? Енді қайдан алып отырсың 40-ты? 3-ақ түрі бар ғой өзі. 3-ақ түрі. Қайда 40, қайда 43, қайда 42. 3 түрі бар. Қандай? Қандай? Жіңішкелік белгісі. Аха, саған жіңішкелік белгісі. Әріп қой жіңішкелік белгісі деген. Белгі деп аты айтып тұр ғой. Дыбыстың түрі. Сол керек саған. Зат есімдерді өтіп кеткенсің. Дыбыстың екенін білесің бе өзі сен? Білмейсің ба ғой дыбыстың?